Ысқаққызы Қонақбаева, мен Ақтөбе облыстық кәсіподақтар орталығының баспасөз жөніндегі маманымын. Бұл тренинг туралы мен Асқар Ақтілеуден естідім, сосын сілтемесін көріп тіркелдім. Жалпы маған ұнады, өйткені дата журналистика деген бұл новый жаңа тенденция. Мен мысалы өзім жасым 49-да болса да жаңашыл болғанды, сосын адам мысалы тұрып қалған су бір орында тұра берсе, ол жаңартылмаса тұра береді. Сол сияқты адам өмір бойы ізденісте, өмір бойы жаңашылыққа талпынып отыру керек деп ойлаймын. Сондықтан мен өзім қатысуға бел будым. Оралдан арнайы осы мінбердің тренингіне келіп тренингке қатыстық. Тренингтегі ең қатты ұнағаным датаны үйрендік біріншіден, екіншіден сандарды сөйлеу және сторителлинг құрылымы қалай жасау керек, соны айттық. Тренерлердің әлемдік кейстарды келтіргені бізге өте қатты ұнады. Соның ішінде өлім туалеттер туралы айтылған өте жақсы кейс болды. Адамды триггер ететін мәселелерді қалай жазу керек екенін үйрендік. Жалпы тренингке өте жақсы деген баға беремін. Бәріне сәлем, менің есімім Баубек Сағындық, мен мультимедиа журналистпін және медиа тренермін, медиа сарапшымын. Бүгін біз Ақтөбедеміз. Ақтөбеде жасанды интеллект және дата журналистика бойынша тренинг өткізіп жатырмыз. 2 күндік. Аудитория өте тамаша. Менің негізгі тақырыбым дата визуализация, жалпы визуализация, оны қалай жасау керек, қолыңызда бар санды, статистиканы оқырманға түсініктетіп қалай беру керек деген сияқты тақырыпта жүргіздім. Бірақ дата визуализация, жалпы визуализация бұл кез келген материалдың, кез келген журналистик материалдың ең соңғы қадамы. Негізгі мақсат ол жерде история болу керек, оқиға болу керек, сторителлинг болу керек, жалпы этика болу керек. Ал визуализация бұл ең соңғы қадам. Бұл материалды түсініктетіп, көркем етіп, оқырманға оңай жеткізудің бір тәсілі ғана. Кеше бүгін 2 күн бойы біз осы нәрселерді үйретіп жатырмыз. Біздің де үйреніп жатқан нәрселеріміз өте көп. Сонымен қатар Ақтөбедегі негізгі мәселелерді, Ақтөбедегі негізгі жаңалықтарды да бірге қарап, шолып, оны қалай оқырманға беруге болады, оны қалай визуализациялауға болады, осы тұрғыдан 2 күндік тренинг өткізіп жатырмыз. Жалпы журналистика саласында деген менің тікелей байланысым жоқ. Өзім журналист емеспін. Ақтөбе облысының азаматтық орталық заңды тұлғалар бірлестігінің президентімін. Біз бұны деген жергілікті журналистердің рассылкасынан ақпаратты көріп қатысуға жөн көрдік. Себебі біздің деген алдын ала қандай күтім болды? Бұл шарадан ең бастысы жаңағы жасанды интеллектпен және дата даналармен қалай жұмыс жасау керек және оны қалай визуализациялап халыққа, осал топтарға немесе біздің мақсатты аудиторияға жеткізу. Осындай мақсатпен келген болатынбыз. Нәтижесінде біз мақсатымызға жеттік, көп инструменттерді көрдік, өзіміздің мүмкіндіктерімізді пайдаланып көрдік және ең ұнағаны, есте қалғанымыз біз деген бұны теория жанынан деген бірінші күндер танысақ, екінші күні кәдімгідей жаңадан пост шығарып, зерттеу жасап, шағын зерттеу болды енді, мықты жұмыс деп айта алмаймыз енді журналистик болмағасын. Дегенмен болашақта бұндай шаралар жалпы азаматтық қоғам белсенділеріне үлкен инструмент болады. Сондықтан мұндай шаралардың көп болғанын қалаймыз. Алты 17 жас аралығы жаңағы саны. Тренинг өте продуктивный дейді ғой, айтқандай сондай танымдық сипатта болды. Қиыншылық жағы
документтермен жұмыс жасау, Excel, как всегда, көп адам түсінбейтін шығар деп ойлаймын. Менімен көп адам кездесетін шығар. Ал оңай дегенде бір көзге бір қарағанда бір оңай болып көрінеді, бірақ өзің процесске еніп, біз бүгін күннің екінші жартысында практикалық жұмыс жасадық қой. Сол процесске еніп, өзіңіз жұмыс жасай бастаған кезде ол процесстің біз ойлағандай оңай болмай шықты. Бірақ барлық нәрсеге үйренуге болады. Мен есімім Елнұр Әлімова, СДУ журналистика мектебінің аға оқытушысымын. Мінбер журналистерді қолдау орталығымен бұл жолы біз жасанды интеллект және дата журналистика шеберханасы аясында жер қойнауын игерушілердің ақпаратын іздеу, оны сұрыптау жолдарын үйреттім. Бұл бастама бойынша Қазақстан өзінің жер қойнауын игерушілер туралы контрактілерді жария ету керек, және ол контрактілер қандай негізде жасалды, сол контрактілерге келісімшарттарға қол қойған қазіргі кезде минералды ресурстарды, мұнай газды игеріп жатқан компаниялар қандай төлемдер жасап жатыр жергілікті бюджетке, экологиялық залалдың орнын қалай толтырып жатыр, және де олардың әлеуметтік бастамасы аясында жергілікті жерде қандай инфрақұрылымдарды қаржыландырып жатыр. Сол туралы ақпаратты іздеу жолдарын үйреттім. Оның ішінде бұл контрактілер, сондай-ақ жер қойнауын кімдер игеріп жатқаны, жер кен орнын нақты қандай корпорация яки жауапкершілігі шектеулі серіктестігі игеріп жатқаны министрліктердің сайтында бар. Қатысушыларға соны көрсетіп талдап бердік. Мінбер тренинг.